Әзір мына сиядандікі 35-тен 1 киносы. Мынау не десеңіз, сияданды білесіздер, осы ұйғыр халқы бұрыннан тартып жейді ғой, чәш қап-қара болады. Соған олардың чәші өмірінде қап-қара талтал ғой, осыған. Мынау кеште басыңызға жағып, бір-екі тұқымды қосып, таңертең не қылсаңыз, сатырашханаға барып 500 сомға шашыңызға жеңяң жеу бергендей осындай атақты қылады. Мынау да сондай, қалқым. Өніңгөй соның мына шитугау шықты. Бұл 45, 800 грамм, жасыл өнім. Мен одан сырт мына жинко бір ягау келді дедім. Мен мына әдеттегі, мына жұмсау ягау, енді бұл тістегі қаңғырт айткен беткен. Бұл ягауды 10 тал не, 1 жылға жететінін 25 сом. Ал енді 45 сомға мынау тістің дағы бар, әлгі тісіңізге қақпайланып қалған чай іше беріп. Аузыңызда иіс бар кісілер, темекінің дағы айткен биткен, кейбір кісілердің демі сасық қой. Соларға мынау 3 құтысын 45 жинко. Россияныкі мынау. Нақ, міне, көрдіңіздер ма? 100 граммнан шығады шеу. Осындай үшірің шығады. Осындай керемет ягауын таныстырып жатыр. Мынау бүгін келген зат, қалқым. Мен өзімде істетіп көрмедім, бірақ бұның өнімі ерекше. Bir жылда сатылуы шетелге шығу бұның миллион тоннадан асып кетеді. Неге десеңіз, бұның өнімі расынша да ерекше екен. Мен сіздерге айттым ғой, дүние жүзі бойынша жан нәрсені жасай алмайтын бірден-бір ұлт, бірден-бір мемлекет осы Россия. Мына көйлегімді сіздерге қаншадан қып беремін. Жаңа келген мына қазақи үлгіде беліне осындай көз қойылған, міне белдік таққан сияқты шығады. Бұл да үлкен нөмірге шейін шығады, міне ұзындығы 1.38, 1.40 келеді. Мынаны қаншадан қып беремін сіздерге? Бұны сіздерге со 260 қып береді қалқым, Міне, көрдіңіздер ма? Мына жың нұркуды қауа, міне, лоқа басынан тартып, мына жеңдері де өте жинчақ, әдем шыққан мал. Өніңгөйін бүгін бір жаңа гайым келді. Ол не? Вишыңсу, и вишыңсу, си өніңгөйін еншенен деген. Бұл не десеңіз, вишыңсу симен и, есіңізде болсын, адамның бет терісімен, тер ауруларына, кейбір тіпте теріңіз осы көктемде де қоясыз, көктем болмаса да әлгі бір-бірін бітіп төк шағылысатын, жарылып, тілініп, өніңгөйін осы әлгі тер кеселдері бар ғой, өжіріп жүріңізге қышқақ шығып, осының бәрі вишыңсу и мен с кемшілдіктен болады. Беттеріңізді ағартады, пақыратады, нұрландырады. Бұны да мен сіздерге 55-ке ұшқыда, мына үшеуін. Вишыңсу си бүгін келді, жаңа пасоны. Мына және ойбай не деген арзан сіздікі жама деген әпекесіңіздер, мына арвимасы бар, мына құтыңыздар ма, мына арвиманы саулығылу арқылы жыңжасын парықтайсыз. Өніңгөй мына мен сіздерге әйелдер жауһарын қайта-қайта айтып, әйелі болады кесіз ішіңіз 3 құтысы 65. Чырайыңызды нұрландырып пақыратады, одан кейін лайқауыңыз кейде ерте кеп, жай кеп, сондай бір қалаймаққаншылық кәртейіп бара жатқан болсаңыз, әжім түсіп, шашыңыз төгіліп, шашыңыз тез ағарып, осының бәріне ерекше пайда қылады. Мынау тегі дүниенің құны емес қой, бір көйлекті кимесеңіз де алып алатын нәрсе. Сондай пайдалы.